Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ақбота. Достар, бүгінгі видео бізде видеоға идеялар деп аталады. Ендеше бастайық. Достар, бірінші идея бізде блог. Яғни қазір бәріміз карантин уақытында отырмыз. Карантиндегі бір күнім деп видео түсірсеңіз болады. Яғни сіз карантинде үйде не істеп жатырсыз, соны көрсетуіңізге болады. Ендеше келесі идея бізде қысқасын айтқанда деп аталады. Яғни қысқасын айтқанда сәтсіз күн, қысқасын айтқанда онлайн сабақ, қысқасын айтқанда карантин, тағы да басқа да видеоға идеялар қосып түсірулеріңізге болады. Яғни дыбыстап түсірулеріңізге болады. Ал үшінші идея бізде топ 5 мен жақсы көретін мультфильмдерім, топ 10 мен жақсы көретін фильмдерім деген сияқты. Ал төртінші идея бізде кукинг деп аталады. Яғни бір тамақты, яғни пончик, немесе тағы да басқа да заттарды пісіріп көрсетулеріңізге болады. Яғни рецептімен бөлісулеріңізге болады. Ал бесінші идея бізде лайфхактар деп аталады. Яғни сіз басқа да видеолардан көрген лайфхактарды тексеріп көресіздер, немесе тиктоктан бір лайфхактарды көріп, соларды тексерулеріңізге болады. Ол лайфхак шын ба, істейма, немесе ол өтірік па, және соны дәлелдеп видео түсірулеріңізге болады. Ал келесі идея бізде обзор деп аталады. Мысалға слаймға обзор, немесе тағы да басқа да заттарға обзор. Слаймға обзор видеосы менің арнамда бар. Көріп кетіңіздер. Ал жетінші идея бізде 24 сағат челлендж деп аталады. Яғни 24 сағат бір түсте, 24 сағат бір түсте тағам жеймін. 24 сағат бір әріптен басылатын тағам жеймін. 24 сағат батутта, 24 сағат магазинге, тағы да басқа да идеяларды түсірулеріңізге болады. Ал 8-ші видеода жаңағы 24 сағат челлендж сияқты, ол да челлендж, бас бармақсыз челлендж, 7 секунд челлендж, тағы да басқалары. Дәл осы екі видео менің арнамда бар. Соны көріп кетіңіздер. Келесі идея фактілер деп аталады. Яғни мен туралы фактілер, мен туралы 40 факты, 30 факты, немесе әлемдегі ең үлкен кітап, немесе ең үлкен құс, ең кішкентай құс деген сияқты, ең кішкентай мысық деген сияқты, соларды мәліметтер беріп, фактілер видеосын түсірулеріңізге болады. Ал ең соңғы идея бізде типтер деп аталады. Ол да скетчтің бір түрі. Мысалға адамдардың типтері, онлайн сабақ оқып отырған адамдардың типтері, оқушылардың типтері, мұғалімдердің типтері, тағы да басқалары. Оқушылардың типтері менің арнамда бар. Көріп кетіңіздер. Және лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, осымен видео аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Вирустан аман болыңыздар, тұмаудан аман болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау-сау.